Ассалаумағалейкум. Бүгін біз Росто программасын үйренеміз. Бүгінгі сабақта интерфейстермен қысқаша және толыққанды таныстырып өтетін боламын. Программаны ашқаннан кейін бізге мынадай 4 папка беріледі. Біріншісі жаңа проект, ашылған проектілер және шаблон, соңғы ашылғанды. Біз жаңа проектін қалаймыз. Мына жерде номер, клиенттің номері және аты, дизайнер, адрестерге қойсақ болады. Окей. Помещение. Бұл бізде бөлменің яғни жұмыс істейтін алаң болып есептеледі. Ені, ұзындығы, ені және биіктігі. Өз алдымызға мынадай бөлме берілді. Экранның жоғары сол жағында файл, правка, вид, элемент, инструмент деген болады. Бұлар негізгі интерфейстер болып есептеледі. Бұл жердегілердің барлығы мына жақта берілген. Біз қазір жұмыс істеу барысында бірден танысамыз және функциялардың қалай жұмыс істейтіндерін үйренетін боламыз. Экранның астыңғы сол жағында перспектива, аксонометрия, план және оң жақ, сол жақ осылайынан бізді экранда артынан, алдынан және екі жағынан көруге болатын мүмкіндіктер берілді. Бұл функциялардың қызметі қандай? Біріншісіне керек перспектива, яғни 3D. Әр жағынан қарауға сызбамызды мүмкіндік береді. Аксонометрия. Негізгі жұмыс істейтін орнымыз осында болады. Бөлменің жағынан толыққанды көруге болады. План бұл жоғары жағынан көреміз. Жанынан, артынан және бөлменің екі жағынан. Мына жерде новый элемент деген, яғни жаңа элементті осы арқылы аламыз. Бұл үшін стрелканы осының үстіне апарамыз және мишканың сол жағын басамыз. Алдық. Енді қай жерге апарамыз? Сол жерге стрелканы әкеліп, қай жерге қойғымыз келеді? Мишканың сол жағын басамыз. Әр элементті алғанда солай қайталап отырамыз. Біз қалай өшіреміз? Бірден өшірсек болады. Ол үшін стрелканы үстіне әкелеміз және мишканың сол жағын бір басамыз. Көк жағын сол кезде делет батырмасын басамыз. Болмаса барлығын бірден өшірсек болады. Ол үшін стрелканы әкелеміз және шрифті басып талаймыз. Делет батырмасын басамыз. Келесі вариант. Артқа қайтамыз. Ол үшін Ctrl Z басып артқа қайтсақ болады. Ctrl басып, аны бассақ, бәрі бірден талданады. Содан кейін өшіру батырмасын делет бассақ, бірден өшіруге болады. Артқа қайтайық. Біз кішігірім шкаф жасап, сол арқылы мына жердегі функциялардың қалай орындалатынын және қандай қызмет атқаратынын көрейік. Біз элементтің размерін қалай өзгертеміз? Екі вариант бар. Бірі, мынадай точкасын әкелгенде бізде қара точка пайда болады. Стрелкамыздың аяқ жағына осылай көтеріп түсіріп көйтіп кішірейтіп істеуімізге болады. Екінші вариант. Элементтің үстіне стрелканы әкелеміз және мишканың сол жағын екі рет басамыз. Элементтің свойствосы, яғни орналасқан орны, қандай материалдан түсі барлығы осы жерде беріледі. Атында жазуға болады. Мысалға біз бір деп жаза салайық атына. Координатасы, размері. Біз қандай шкаф жасаймыз? Мысалға біріншісі берілген бізде ені,
400 деп алайық. Биіктігі 1800. Материалдың қалыңдығы болады бұл 18. Енді біз бұны 90 градусқа айландырайық. Мына жерде мынадай функциялармен сағат тіліне қарсы айландыруға болады. План деген жоғары жағынан қарайтын осы жерде керек. Басамыз. Істе жақындатқанда мынадай стрелка пайда болу керек. Сол кезде мишканың сол жағын басып қозғалтамыз. Керек жерге апардық. Аксонометрияға қайтадан кірдік. Енді қалай екінші жағын аламыз шкафтың. Ол үшін копирайт етіп аламыз. Мишканың сол жағын басып, керек жерге келіп, оң жағын 2 рет басамыз. Міне, копирайт етілді. Бізде шкафтың арасы қанша болады? Ол үшін мынаған кіреміз. 781 размерлер көрсетіп тұр. Бөлменің размері, ұзындығы 6000, биіктігі 3000. Шкафтың биіктігі 1800, қалыңдығы 18, екі аралығы 781. Біз 800 қылып алайық. Ол үшін позицияға кіреміз, яғни мына жағының орналасқан орны, мына элементтің орналасқан орны. Біз мың 800, яғни 818 деп аламыз. Міне, енді ровно 800 болды арасы. Енді біз үстін қалай, шкафтың үстіне қалай қоямыз элементті. Ол үшін шрифтпен екі жағын бірдей талдап аламыз. Одан кейін мына жерде мынадай функция бар. Басамыз. Міне автоматически бізде пайда болды. Екінші жолы қолдан жасаймыз. Ол үшін элемент аламыз. Размері, оның размерін жазамыз. Қанша болады? Бұлайынан ені бізде екі жағының қалыңдығымен қосқан кезде 836 болады. 18 қалыңдық. Глубинасы бізде 400. Алдық. Енді орналасқан координатасын жазамыз. Яғни мұнда 0. Яғни тақалып тұр деген сөз, керек емес, аға тақалып тұр. Ұзындығы шкафтың биіктігі беріледі мұнда. Және бұл арты. Яғни арт жағда стенаға тақалып тұр шкаф. Басамыз. Міне. Бізде пайда болды. Енді астын сызайық. Ол үшін мынаны копирайт етіп алсақ болады үстіне. Мишканың сол жағын басамыз, әкелеміз және оң жағын 2 рет басамыз. Бұның размері бізде асты қанша болады? Асты 800. 18 қалады, 400 қалады. Орналасқан координатасы бізде. Мына стенадан бері қарай қалыңдық 18, яғни мына жерге 18 деп жазамыз. Астын жоғары қарай 100 мм көтерейік. Ол үшін мұнда 100 деп алсақ болады. Қанша көтереміз келеді сол. Егерде 200 деп алсақ, кішкене биікке көтерілетін осындай алынады. Окей.
мына жерде асты берілді. Енді ары қарай шкафтың астын мына жерін жапсақ болады. Оған тағыдан ой элемент алайық. Екі рет басып размерін көреміз. Размері бізде 800, яғни мына екеуінің арасы 800 қалсын. Мұнаны 100 деп алдық. Ені 100, яғни бізде қалыңдығы материал 18 қалады. Енді орналасқан координатасына келетін болсақ, 18 мм, яғни стенадан бері қарай 18 деген сөз. 0, яғни тақалып тұр. Мына жерде біз ровно мына жақтауменен бірдей болатындай етіп аламыз. Яғни мына 400 болса, 400-ден 18 аласыз, 182 болады. Міне, дайын болды. Енді біз полкаларын істейік. Ол үшін каждый полканың арасын қанша деп алсақ болады? 280 деп алайық. Осылай белгілейміз элементті. И мына стрелканы бассақ, переместейді деген. Бұл жерде x, y, яғни жоғары төмен деген бар. Мына жерге 280, және де бізде элементтің қалыңдығы бар, материалдың 18, 298 болады. Мына батырманы басамыз, переместейді. Басып отырамыз. Міне бізде дайын. Енді біз бұл шкафтың есігін жазсақ болады. Ол үшін қалай істейміз? Бір элемент аламыз тағы да. Оның размері қандай болады? Бізде жалпы мынаның былай қарай размері 800 болған. 800-дің бір есігін жасап копировать етіп қойсақ болады. Ол үшін 800-ді 2-ге бөлсек 400, материалдың қалыңдығын қосамыз, оған 418. Бізде мына биіктік қанша? Биіктігі жалпы 1800 болған. Одан мына жерге есігі түспейді, яғни одан 100 аламыз. Материалдың қалыңдығы болады. Оны шкафтың есігі жауып қалу үшін оған 18-ді қосамыз. Сонда 1718 деп координатасын бірден белгілеп отырамыз. Позицияны басып, ол үшін сол жаққа 0, асты 100 мм көтеріледі, және шкафтың ені 400. Міне, бізде берілді. Енді екінші жағына копировать етіп жасасақ болады. Бізде қандай қателіктер кетті бұл жерде? Екі рет копировать етілді. Егер де металдар бір-біріне материалдар тиіп қалатын болса, міне қызыл жанып, жаңағындай қызыл жанып қалады. Мынаны өшірейік. Координатасын көрейік. Орналасқан бізде қандай қателіктер бар? Бізде асты 100 болу керек, яғни мұнда 150, 110 деп тұр. Кішкене жоғары көтерілді деген сөз. Дұрыс. Екінші жағы 418. Ода 3 мм-ге астыға түсіп тұр деген сөз. Енді шкафымыз ровно шықты.
группага жыйнап алайык. Ол үчүн контролду басасыз да, аны бассак барлыгы белгиленет. Жана контролду басып G'ди бассак бир группага жыйналат. Яғни бүйтіп жылытсақ, бұл шашылып кетпейтін болады. Шкафтың артын салып алайық. Ол үшін элемент аламыз тағы да. Размер. Бізде биіктігі 1800 болған. Оған материалдың размері қосылады. Яғни 1818 деп алайық. Биіктігі 1818, ені 836, яғни материалдың қалыңдығы менен осындай болады. Бізде ені менен биіктігін ауыстыратын болсақ, лайнан ауысатын болады. Шкафымыздың аты дайын. Енді оны қалай қоямыз? Былай әкелгенде бұл тіреліп қалатын болады. Ол үшін бізге мына функция көмектеседі. План аламыз және де осылай қоюға мүмкіндігіміз бар. Размер бізде 1818 деп аламыз. Ұзын болып кетті сондықтан. Енді тура болды. Артының түсін өзгертейік. Элементтің түсін қалай өзгертеміз? Ол үшін мишканың сол оң жағын 2 рет басамыз. Материал деген бар. Сол арқылы өзгертсек те болады. Немесе жаңағындай мишканың сол жағын 2 рет бассақ, бірден шығады. Размер материалды изменить. Бізде әртүрлі папкалар берілген. Артын қарағып алайық. Міне, қара болды. Енді біз шкафымыздың әкелгісіне қоямыз. Группаға қойдық және шкафты. Енді группадан шығарайық. Ол үшін мишканың оң жағын басамыз және размер 1 байт деген бар. Соны басамыз. Міне, бөлінді. Шкафымыздың есігін біз әйнектен жасайық. Ол үшін екі есігіне бірден белгілеп аламыз. Шрифт басып тұрып, мишканың сол жағын басып. Енді бұны группаға кіргіземіз. Ctrl G. Міне, бірге белгіленді. Мишканың сол жағын 2 рет басып материалға кіреміз. Көк свет алайық. Көк түс алдық. Мына жерде прозрачный деген болады. Соны бір бассақ, стрелік пайда болады. Окей. Міне. Шкафымыздың есігі бізде әйнектен жасалған болды. Енді бұған ұстайтын ручкасын қояйық. Ол үшін мына жерде инструментті кіреміз, мелодика кіреміз, және де мыналардың ішінен мебель, элемент және материал элементке кіреміз. Ручки қандай түрі керек бізге? Осылай әкеліп алсақ болады. Осында әкеліп алғанымыз ыңғайлы болады бізге. Жаптық. Ручкамызды қалай айландырамыз? Мына жерде 90 градус жазайық. Y. Z.
әртүрлі бағытта детальді осылай үйлендіруге болады. X деп алып көрейік. Бізде бұл ручка алыста тұр шкафтан. План деген болады. Соны басып көрсек болады. Міне, екеуінің екі жерде тұрғанын байқаймыз. Жақындатып мишканың сол жағын бассақ, бізге жақындатуға болады. Осылай алып келеміз, басамыз. Қайтадан аксонометрия. Жақындатамыз. Міне бізде шкафымыз дайын. Барлығын белгілейміз. Контроль G-мен группаға кіргіземіз. Шкафымыз дайын болды. Енді бұны жаңағы библиотекаға қайтадан сақтауымызға болады. Ол үшін қалай істейміз? Мишканың оң жағын басамыз. Мына жерде добавить библиотеку деген болады. Соған мебельге кіреміз. Атын жазамыз. И сақтаймыз. Мына жерден көре аламыз. Біздің істегеніміз осылайынан алып көбейте беруге болады. Енді біз чертеж жасауды үйренеміз. Ол үшін экранның жоғар жағында, сол жағында мына функцияларды қараймыз. Бұлардың қызметі қандай? Бұлар элементтің түсін жоғалтады. Түсін өзгертеді. Мынау қою жиектеріне қара түс береді. Бұлар көбіне чертежде қолданады. Размерін қалай көреміз? Мына жерде сетка деген бар. Осыны басамыз. Сетка жоғалды. Енді бізде размер шықпай тұр. Размерін шығару үшін астындағы северная стена деген тұр. Осыға кіреміз. Размер көрсетіледі. Мынаны бассақ, размер жоғалады. Бір басамыз, размер көрсетіледі. Қазір бізде шкаф бір группадаdır. Сондықтан жалпы сыртқы размер ғана көрінеді. Егер де біз бұны группадан шығаратын болсақ, онда әрбір детальдің размері көрсетіледі. Группадан шығару үшін мишканың оң жағын басып, мына жерде разгруппировать деген басамыз. Міне, енді шкафтың әр деталінің размері жеке көрсетіледі. Міне, чертеж осылай алдымызда. Енді бұны қалай сақтаймыз? Файлға кіреміз. Экспорт рисунок деген бар. Осыны басамыз. Мына жерде қандай өлшемде керек, соны аламыз. Окей. Файлға кірді. Файл қай жерге сақтаймыз? Осы жерге сақтай берейік. Атын осылайынан алдық. Сақталды.
Осымен бүгінгі сабағымыз болды. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Қазақ ғылым білімі дамысын.